керағар діни ағымдардың айласынан сақ болайық. Дәстүрлі дінге қайшы діни ағымдарды қоғамда деструктивті немесе теріс пиғылды діни ағымдар деп атайды. Діннің атын жамылған жат ағымдардың мүшелері діни сауаты төмен, әлеуметтік тұрмысы нашар жастарымызды өз қармақтарына түсіру үшін өздерін ақиқат жолындағы шынайы діндарлар етіп көрсетіп, отанына, отбасына және ата-бабамыз ғасырлар бойы дәріптеген дәстүрлі дінімізге, қалыптасқан салт дәстүрімізге күдік келтіріп қарсы қояды. Тіпті өздерінің істеген істерін және сөйлеген насихат сөздерін дәлелдеу мақсатында қасиетті Құран мен хадистерден мысал келтіріп, жастардың санасын улап, жат идеологиясын таратады. Ал бауырлар, Аллахтың қалауымен бізге жаңадан бұйрық келді. Өзге бауырлар сияқты бізде Шамеліне аттанамыз. Аттану керек, иншаллах, аттану керек. Кәпірлермен соғысу біз үшін парыз. Ұлттық дәстүрлерге, мәдениетке және қазіргі заманғы талаптарға нұқсан келтіретін өзгеше түрге ие болу және өзгеше киім кию. Біз өз мүмкіндігіміз бен қабілетімізді, ықпалымызды пайдаланып, жастарымызды, өскелең ұрпақты керағар діни ағымдардың идеологиясынан сақтап қалуымыз керек. Сол себепті еліміз өркендеп шарықтасын десек, көкірегіміздегі патриоттық сезімін өшірмей, дәстүрлі құндылықтарымызды көзіміздің қарашығындай сақтауымыз қажет.